Бүгін желтоқсан 21-і 26 жыл, сағат шамамен түскі 1:30, Лос-Анджелестен аудиоблог. Бірталай уақыт өтті, көп болды, эпизод салмағалы, өйткені өте көп жаңалықтар. Жұмыс біресе көп, біресе аз. Денсаулық кішкене сұрақ қойып жатыр. Содан кейін енді ең басты жаңалық ол әрине менің отбасымның келгені. Роза мен Айғаным қазір қасымда. Біз Санта-Моника жақта бір пәтерді Airbnb арқылы жалға алып, сол жерде тұрып жатырмыз. Сол мен қазір жұмыста отырмын. Жалпы сол бәрі жақсы, дұрыс. Жұмыс ақырындап жүріп жатыр. Клиенттердің нелерін жасап беріп жатыр. Мен енді жұмыс бойынша айтатын болсам, әзірге сол жұмыс сол appliance repair, үйдегі тұрмыстық техниканы жөндеумен айналсам. Ең басты табысым сол, содан кейін сол баяғы. В общем, кәдімгі классикалық мигранттың жолы. Бір сұмдық бар скачоктар болып жатқан жоқ. Десек те менің жоспарым бар. Мен өмір бақи өстіп біресе анаумен, біресе мынаумен айналысып жүрмеймін. Мен бір өзімнің бір арнайы салам болады деп ойлаймын. Және ол сала осы appliance-ті бұйырса мен жүргізе беремін. Ал оған қоса мен бағдарламалауды оқимын деп шештім. Сондықтан бағдарламалауды да осымен қатар жүргіземін бұйырса. Жалпы алғанда осы. Осыдан 3-4 күн бұрын ноутбугымызға толып тұрған бір стакан кофе құйып алдым. Сондықтан ол өшті, сынды үшін істемей қалды. Ішінде бүкіл бағдарлама, құжаттарым бәрі ішінде кетті. Қосылады, бірақ өшіп қалады, білмеймін. Қосылады, өшіп қалады 1-2 минуттан кейін. Сонымен бір теңге болған кезде жасатармын деп әзірге басқасын сатып алдым. Алдыңғы ноутбуктан әлде қайда жақсырақ. Бұл Pro. Несі жады да көбірек, мониторы да үлкен, сондай енді жақсылау енді шынын айту керек. И ауырлау. Алдындағы ноутбуктан кәдімгідей әлде қайда ауырлау. Сол жерде енді сонымен жұмыс істеймін, бірақ енді негізі бұны байқау керек. Жалпы айтпағымнан да, егер сіз байқамай, абайсызда ноутбугыңызға кофе төгіп алсаңыз, онда егер ноутбук істеп тұрса, бірден өшіруге тырысыңыз. Егер ноутбук өшіп тұрса, онда қоспаңыз. Бұл ең басты нәрсе. Содан кейін, егер ол жай ғана су болса, онда жай ғана кептіруге қойыңыз. Білмеймін, 2 күн, 3 күн, 4 күн, білмеймін. Қанша күнде кебеді деп ойлайсыз, енді ол сіз нақты білмейсіз ғой. Егер мысалы кофе, сок, сүт деген сияқты сондай бір нәрселер төгіп алсаңыз, онда арнайы мамандарға апарған дұрыс болар. Сол жалпы айтпағым. Содан кейін бір маманды істей алмайды, немесе бір маман сұмдық қымбат сұрады деп қоя салмай, 2-3 маманның бағасын сұрап көруге де болады. Жалпы айтпағым осы. Мен енді бұл жердегі айтқан нәрсенің барлық қателіктерді істедім. Мен кофе құйып алған кезде ноутбук қосулы болған. Мен ол ноутбукты өшірген жоқпын. Ол өзі замыкать етіп дейді ондай. Қалай болды қазақша замыкать деп. Сондай замыкать етіп өшті. Содан бола жаңағы қазіргі проблемалар сол оның қосылмай жатқандығында. Содан кейін менің қолымда кофе болды, қара кофе. Сол үшін оның ішін ашып тазалау керек. Содан кейін мен мамандарға бермей оны өзім аштым. Болды істемеу керек нәрселердің бірі. Мен бәрін қайтадан дұрыстап жинасам да, бәрібір ноутбук істеп тұрған жоқ. Сондықтан мәселе осындай. Жаңа ноутбукты мен оңай тез таңдадым. Ол осы жақта, сіздер жақта да ашылады, Қазақстанда да ашылады деп ойлаймын. Craigslist деген сайт бар. Сол Craigslistке кәдімгі жаздым. MacBook Pro деген сияқты қыз дедім. Баға аралығын көрсеттім. Мен $500 дейін бір ноутбук алғым келген. $485 MacBook Pro таптым. Жаздым иесіне. Жауап берді. Екеуміз келістік уақытына. Енді алыс жүріп бардым негізі. 20 миль, 25 миль жүріп бардым. Содан кейін Starbucks'та кездесіп, түгелмен қарап шықтым. 1-2 жерінде жаңағы кішкене нелер бар екен. Майысқан моменттер бар екен, бірақ соған бола мен алдым бағасын $450-ге түсірдім.
и сатты маған 450. Окей, типа 450 нормально деп, и в общем сатты. Жанында Magic Mouse'ы бар, зарядкасы бар, бәрі бар. Былай алғанда әзірге мен көңілім толып тұр, бәрі дұрыс. Енді қазір ол ноутбукқа не қосу керек жанына, қалай айтады, андай пернетақтамен ана монитордың арасында мониторды сырмас үшін сондай бар ғой, сондай пленка сияқты бірдеңе керек болып тұр. Бұрын мен негізі андай енді күлетімін демеймін, бірақ ойлайтынмын адамдар не үшін төсейсіңдер өсір бәле деп. Бірақ негізі мына менің ескі, оның алдындағы ескі сатып жүрген, Қазақстанда жүргенде сатқан ноутбугым көрсеткендегідей, и мына жаңа ноутбукта кішкене пайда болғандағыдай кәдімгідей ана пернетақта мониторды сырады екен бәрібір, сырады и із қалады екен бәрібір ше. Сондықтан ыңғай келсе ондай нәрсені қолдануға болады екен. Вот, жалпы енді барынша таза, барынша жақсы сапалы ұстаған дұрыс қой енді. Сондықтан сол құттықтап қойсаңыздар болады. Жаңа мен үшін жаңа MacBook Pro бар әзірге. Мына эпизодты егер сіздер тыңдап отырсаңыздар, демек мен сол MacBook Pro'ны осыны жинадым деген сөз. Әзірге сондай ноутбукқа қатысты. Сол бұйырса, я қазір осы эпизодты жариялап болған соң отырып жаңағы Code Academy'ден курс бастадым. Сол Code Academy'дағы курстарға жалғастырамын. Енді менің байқағаным мынандай, бастапқыда келе салған кезде жалпы алғанда барлығы осындай бір жұмыстарды істейді, дұрыс жұмыс тапқанша. Жаңағы қандай appliance болсын, любой жұмыс істей береді, короче, қандай жұмыс бар, соны істей береді. Кафе, Walmart, Amazonға барып, там доставка, не доставка, такси деген сияқты. Бірақ сен ол жұмысты енді өмір бақи істей алмайсың деп ойлаймын ше. Не шаршайсың, не көбірек табыс табу керек болады. Бірақ бұл жерде сен табысыңды көбейте алмайсың да, былай айтқанда, бұндай жұмыстарда. Немесе сен табысын көбейту үшін, мысалы, сен күніне 15 сағат жұмыс істеуің керек деген сияқты, сондай бар. Асылым былай айтқанда отбасың бар, солармен уақыт өткізу керек деген сияқты. Сондай енді көп мәселелер сондай пайда болады. Сол кезде ол енді 1-2-3 жылда пайда болатын жағдай сияқты менің байқауымша. Сол кезде адамдар бір таңдау жасайды екен. И көбіне мен көріп жатқаным, жігіттер тракқа кетеді екен сол кезде. Жігіттер тракқа кетеді, өйткені ақша керек, өйткені мынақты отбасын асырау керек, өйткені там ақша жинау керек деген сияқты сондай мәселе бар. Жігіттер тракқа кетеді. Мен шынымды айтайын, енді Құдай сақтасын, мен тракқа барым деп жатқан жоқ. Мен енді ыңғай келсе тракқа бармауға тырысамын, ыңғай келсе содан айналып соған жақындамауға тырысамын. Менде әзірге бәрі дұрыс. Прям тракқа баратындай жағдай болып жатқан жоқ, бірақ негізінен мен сол тракқа кетуге мен мәжбүр болып демей қоймын, бірақ жалпы тракқа кетіп жатқан адамдардың видеоларын, айтқандарын көріп, мен ойладым да, ондай момент келетін болса, демек мен оған ертерек дайындалуым керек. Біріншіден, ол мен қазір осы айналысып жатқан ісім, appliance repair'дегі жұмысымды мен жақсы істеуім керек, профильдерін дамытуым керек. Yelp'та қазір жақсы жүріп жатыр, мен жаңағы парақшам, компаниям парақшасы, содан кейін Google'дан ашу керек деген сияқты. Тамтакты, шынымды айтайын, Тамтак деген сайт бар, жұмыс беретін. Yelp, Тамтак дегендер ол ондай жұмыс беретін сайттар сияқты ғой, біздегі OLX, Tugis деген сияқты нәрселер. Тамтакқа онша әзірге ақша салғым келіп тұрған жоқ, өйткені енді ол енді өзінің әңгімесі бар, оны бөлек бір айтып беремін бұйырса Тамтак туралы. Менің бірінші жұмыс істеп көргенім туралы. Бірақ жалпы айтқанда сол осы бизнесті тастамай жүргізе беремін. Қалай болғанда, бірақ мен параллельно тағы да жаңағы бағдарламалау бойынша да оқи беремін. Бір как сақтандыру запасной дей ма, я сондай запасной нәрсе ретінде соны оқи беремін. И бір уақыты келеді деп ойлаймын. Мен ондай неден қайттым, шынын айтайын. Бір айда, 2 айда программист болып кетемін деген ойдан қайттым мен, шынын айтайын. Қайтқанды кезде сондай қайту керек болып тұр да. Мәселе былай. Сен бәрібір бір жақта ондай уақытта жұмыс таба алмайсың да, оқып үлгермейсің деген сияқты. Ондай 1-2 айда, 3 айда, 4 айда өйтіп жұмыс тауып кету үшін сен бүкіл таңнан кешке дейін сол жұмыспен отыру керексің. Мен қазір отырмаймын да, өйткені маған отбасымды асырау керек деген сияқты сондай мәселелер бар. Сол үшін енді
енді сонда не істейміз деген келеді ғой. Не істейміз дегенде мәселе сол. Осы appliance'пен айналыса беремін, параллельно бағдарламалауды оқимын. Параллельно бағдарламалау бойынша жұмыс істей беремін, жұмыс қараймын. Вот, сондықтан бағдарламалау бойынша жұмыс шыққан кезде мен мына appliance'тағы жұмыстан ақырындап ана процесінен шыға бастаймын. Бір менеджер аламын ба, немесе басқа бір нәрсе істеп, жалпы алғанда бұл жұмыс енді менімен бола береді ары қарай. Бірақ жанына жаңағы бағдарламалау қосылуы мүмкін, әбден мүмкін. Өйткені біздің жоспарымызға қарағанда бізге енді кішкене более стабильный, мен сондай көп уақыт отбасымен өткізе алатындай сондай нәрсе керек. Сол үшін бағдарламалау қазір ыңғайлы болып тұр. Мен тура осы жерде маған Роза звондап қалды, екеуміз бірталай сөйлестік. Мен қазір біздің офиске кіріп, офистің ішінде жазып отырмын. Содан кейін маған хабарласып, ана алдымыздағы мен жұмыс істеп жүрген компаниядан түседі ғой тапсырыс, солар тапсырыс беріп, и ол тапсырыстың қызығы мынандайда, маған соңғы бір айдан асты, енді 2 ай болып қалды ма, дұрыс тапсырыстар бермей жүр. Өйткені жалпы тапсырыс типа аз, slow season, анау деген сияқты сондай. Бірақ мен естіп жатырмын, басқа техниктерде жұмыс жалпы бар. Көп емес, бірақ бар. Менде 0. Немесе сенбі, жексенбі үйден 25-30 миль плюс пробкасымен баратын сондай өте ыңғайсыз тапсырыстарды именно маған береді. Олар әрине маған міндетті емес тапсырыс беруге, бірақ жалпы алғанда бұл бір енді маған ұнамайды негізі. Осындай нәрсеге енді мен айтпаймын, типа шыдамастан деп, бірақ енді менде амал қалмады менде өзіме бөлек компания ашпастан бөлек амал қалмады. Сондықтан мен сөйтіп өзіме компания аштым, және қазір өзім істеп жатырмын. Плюс бұл мен жұмыс істеп жүрген компаниядан егер маған тапсырыс келіп түссе, олар менің табысымның 50% алады. Так, 50 емес, даже мен қазіргі табысымның 60% алады. Бұл енді өте көп ақша деп ойлаймын. Қазір мен өзіме келіп түсіп жатқан нелерден, тапсырыстардан мен 100% өзім аламын. Парс, анау-мынауды кетеді, мен 100% өзім аламын. Сондықтан әрине маған өзіме жұмыс істеген көбірек ұнайды. Сондықтан бұлар енді маған көмектесті ма, жоқ көмектеспеді ме, бұл өте бір қызық нәрсе. Өйткені егер олар маған алдымыздан тапсырыс бере берсе, мен әліге дейін өзім аккаунттарымды ашпас едім да. Енді тапсырыстар аз болған соң мен өзім аккаунт аштым да өзім табыс тауып жатырмын. Окей, ол жақтан табыс көбірек түсуі мүмкін, бірақ ол көбірек түскен тапсырыстың мен жарты ақшасын ғана аламын да. Мына жақтан азырақ түссе де, бірақ мен толық ақшасын аламын. Солай алып келген кезде жалпы алғанда өзіңнің компанияң болғанын бәрібір саған тиімдірек та. Сондықтан мен қазір көбіне өзім тапсырыстар алып, солармен жұмыс істеймін, сөйтіп істеп жатырмын. Бұйырса ендігі жылы кішкене есті жиып дұрыстап алған соң, бұйырса ол компанияны тіркеп, кәдімгі заңды тұлға ретінде банк аккаунтын ашып, сақтандырып деген сияқты сондай нәрсесін бәрін жасаймын. Әзірге жай ғана жаңағы Yelp-тағы аккаунттан Craigslist, Yelp деген жерден түсіп жатыр ақша. Ақша болғанда жұмыс жалпы, енді ақша ол. Сол егер сіздерге қызық болса, әр клиенттерім туралы айтып бере аламын. Клиенттер қалай келді, қалай хабарласты, барған кезде не болды деген сияқты. Мысалы, қазір біз бір клиентпен жұмыс істеп жатырмыз. Екеуін айтып берейін. Бір клиентпен жұмыс істеп жатырмыз. Ол қызы хабарласқан. Қызы не емес, әкесі. Үйлері 3-4 этаж үлкен үй, типа апартамент сияқты. И сол жерде 2-3 қабатында не тұр? Кір жуғыш машина тұр, и кір кептіргіш машина тұр. Бұл жақта көбіне біз сияқты кірді жайып кептірмейді. Кірді арнайы кептіретін жаңағы не бар? Машина бар сондай. Тура стиралка сияқты, бірақ ішіне кірін саласың, ол саған кептіріп береді. Оның да неше түрі болады. Енді сонымен стиралка істемейді екен, не болған деп барсам, ішіндегі
стиральный машинаның ішіндегі фронт лоуд дейді, кірді алдынан салатын үстінен емес, алдынан салатын фронт лоуд дейді. Сол фронт лоуд уошердің ішіндегі ана барабаны бар ғой, темір, әдетте стальдан жасайтын мынандай нержавейка дейді ғой, содан жасайтын, сол стальды ұстап тұратын spider arm деген бар. Сол spider arm енді жай ғана сынып кетті деймін, ірік кеткен ғой, кәдімгіше анау 10 жыл болған ба қолданғанда бірталай болған. И темірді ана киім жууға қосатын нәрсе жей берген ірітіп жіберген ғой ананы. Сөйтіп ірітіп жібергендіктен ол сынған соң әрине ол жұмыс істемейді, айналдырамайды. Соны жұмыс істеуге мен шақырды. Жұмыс өте қиын. Өйткені сен ана спайдер армға жету үшін бірталай жерге дейін қазу керексің. Сол үшін мен ол кісілерден ары бері жаңағы әріптесіммен келісе келе бағасын $635 деп қойдым. Өйткені партстың өзі, жаңағы спайдер армның өзі $150 тұрады. Сөйтіп маған бұйырса шамамен $500 түсу керек бұл ақшадан. Енді есептеңіз, егер мен компанияға жұмыс істесем, осының жартысы компанияға кетер еді, жартысы емес, жартысынан көбі. Сондықтан осылай. Сөйтіп мен ананы ашатын құрылым да жоқ, мен немде жоқ. Именно сондай жұмыс бұрын істеп көрмегендіктен арнайы құрылғылар бар, сондай tools, құралдар жоқ. Сондықтан мен бардым да, сол күні барып аша алғанымша аштым, құралдарымның жеткенше. Содан кейін барып Home Depot деген үлкен не бар, менің TikTok-ымнан қарасаңыздар болады, бір Home Depot туралы бір видео түсіргем. Сол жерден барып керекті ана нелерді, болттарды шығаратын сондай құрылғыны сатып алып, қайтадан хабарласып айттым, мен ана партс келгенше, мына спайдер арм келгенше, ауыл өзі бір аптама сөйтіп келеді, сол келгенше ана нені уошерді разбирать ете берейін, мен дайындай берейін деп сұранып алып, кіріп, сол жаңа құралдарды кеп, сол құралдармен не істедімді, былай айтқанда ашып, жаңағы спайдер арм тұрған барабанды алып кеттім офиске. Сұрап айттым, мен алып кетейін, бәрін қойып алып келем деп. Окей деді, оларға без разницы, келесің бе, кетесің бе деген сияқты. Сол істеп алып кеттім. Алып келдім да, кеше келді. Бұл жаңағы спайдер арм деген бүгін отырып, бір 2 сағатта ма дуэлмен салдым, дайындап қойдым да, хабарластым, қашан істейін, қалай істейін деп. Бүгін барып істеп тастайын деп едім, олар бүгін енді сенбі, сондықтан олар бас тартты. Бұйырса дүйсенбі күні түскі 1:30-ға қойдық уақытты. Бұйырса дүйсенбі күні түскі 1:30-да барып, 1-2 сағаттың ішінде бұйырса жұмысты бітіріп, қалған қалған $325 алып келем деп жоспарлап отырмын. Содан кейін тағы бір клиент болды, оның жұмысын кеше жасап бітірдім. Холодильнигім сынды деп хабарласты маған. Мен алыс жерде болғандықтан оған сервис кол деген бар. Жай барып тексеріп берген үшін ақша төлейді. Сол сервис колды қойып бердім, $50 деп. Негізі адамдар әдетте 70, 80, 90, $100 дейін қояды. Бұны мен $50 дедім, ол кісі келісті. Сөйтіп үйіне барсам, холодильник емес, холодильниктің ішіндегі айсмейкер істемейді екен. Бұл жақта сондай көбіне холодильник тоңазытқыштардың ішінде айсмейкер деген болады, арнайы мұз жасайтын сондай. Ол айсмейкердің де түрі көп. Жалпы алғанда өте қарапайым құрал. Оның ішіне кішкене су кіреді, сол суды қатырады да, домалақ немесе 4 бұрышты неше түрлі формада соны сол морозилканың ішінде сақтап тұрады мұзды. Керек кезде мұзды түсіріп аласың. Сөйтіп мен ары бері тексеріп, общем, ана морозилка неге, айсмейкерге неге келмейді екен? Су келмейді. Мен ойладым, water valve деген бар, сол суды ашып жауып тұратын, сол сынған шығар деп айттым. Сізде water valve сынған, жұмысы $200 болады. Партсты қосқан кезде деп. Water valve өте бір арзан $20 тұра ма, сондай нәрсе. Сөйтіп ол кісі келісті, маған water valve'ды тапсырыс бердім, сатып алдым. Барып water valve салсам істемейді әлі. Окей, демек water valve емес, қайттан ескі water valve'ның орнына қойып, ана жаңаны қорабында салып, жаңағы айсмейкердің өзіне кірістім. Айсмейкердің өзін шығардым, түсірдім, кіргіздім, үйттім. Сосын отырып алып сөйде видео қарадым. Қандай проблема болуы мүмкін, өйткені менің білімім жетпей жатыр. YouTube'дан видео қарадым, сөйтсем,
айсмейкерлерде мынандай болады екен. Мына морозилканың ішінде белгілі бір температура болмаса, мысалы -15 градус Фаренгейт бойынша -15 немесе -20 болып тұрмаса, онда ол мұз жасамайды екен. Жаңағы айсмейкер жалпы жұмысын бастамайды екен да. Сөйтіп мен алдым да, жаңағы айсмейкерді ары бері қарап отқан кезде мен көрдім, бір кішкентай не тұр, шуруп сияқты тұр да, плюс минус деген жазу бар. И соны мен түсіндім да, қазір мен минус десем, демек жаңағы бүкіл морозилканың ішіндегі градусты минусын төмендетеді. Мысалы 15 болса, ол 10-ға дейін түсіріп тастайды деген сияқты. Егер плюс қыбырасаң 15 болып тұрса, ол 20-ға барады деген сияқты. Сондай. Мен сол шурупты 4 рет бұрадым. Енді білмеймін қаншалықты сондай не болған, бірақ содан кейін клиентке хабарласып айттым. Қара дедім, мен мынаны жасадым дедім, бірақ бұл қазір нақты жасап бастамайды, мынаның түгелімен суу керек. Егер бүгін кешке қарай жасап бастамаса, онда таңертең тексер дедім. Мұз шықты ма, шықпады ма? Егер мұз шықпаған болса, онда бүкіл айсмейкерді ауыстырамыз дедім да, мен проблеманы түбегейлі шешейін дедім да, жаңа айсмейкер қойып тастап. Содан ол кісі келісті. Айсмейкердің бағасы қымбат емес, бірақ $50 ма сондай. Ол кісі келісті, сөйтіп келісті де кешке қарай маған не жіберді, сурет жіберді. Мына айсмейкер мұз істеп бастады деп. Демек, бұл кісінің проблемасы, мен түсінген проблемасы, бұл жерде екі проблема бар негізі. Біріншісі жаңа морозилканың ішіндегі температурасы өсіп кеткен кішкене. Екіншісі айсмейкердің ішінде бүйтіп мұзды айналдырып шығарып тұратын мынандай тістері болады. Саусақтары ма, тістері ма, сол айналып тұратын сондай тістері болады. Сол тістің біреуі бүйтіп стак қылайып тұрып қалған ғой, бүйтіп тістесіп қалғанша үстіндегі немен тырнақшасымен ба, сондаймен тістесіп қалған. Сол тістесіп қалған мен босаттым да, сол тістесіп қалғанға бола мен ойладым, айсмейкердің моторы не сынған, не күйіп кеткен сондай болған шығар деп ойладым да. Сонымен мен жаңаға нені босатып, температурасын көтердім, сөйтіп тастап кеттім, есігін жауып қойып кеттім. Сосын кешке қарай хабарласты, маған мұз жасап бастады деп мен айттым, таңертеңге дейін күтіңіз деп. Ол кісі өзі де жазды, мен таңертеңге дейін күтейін, егер таңертең бірталай мұз жасап тастаған болса, онда таңертең ақшасын салып берем деп. Сөйтіп бүгін сағат таңғы 9-да менің шотыма $100 топ етіп түсе қалды. Бұл әрине жақсы нәрсе. Клиенттің проблемасын шешіп, соны істеп берген кезде қуаныш бірталай болады, енді ол рас. Осындай клиенттермен өстіп жұмыс істеймін қазір. Бұл жерде енді мәселе былай. Егер сіздерге осындай мен клиенттермен жұмыс істегенім, қанша ақша тапқаным деген сияқты нәрселер қызық болса, мысалы, онда сіздер жазыңыздар маған. Қызық, жаз деген сияқты, немесе сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деген сияқты. Сондай мәселе. Егер қызық емес болса, тура сөйтіп жазыңыздар, қызық емес деген сияқты. Мен әзірге енді айтып отырам. Осындай болып жатыр деген сияқты. Енді прям супер, бұл енді андай бүйтіп супер подробный әңгіме емес, бірақ жалпы сондай. Содан кейін ол кісі алып қосымша менің Yelp-тағы неме парақшама отзыв жазып тастап кетті, 5 жұлдыз қойып берді. Сонымен қазіргі таңда Yelp-та менде 3-5 жұлдызды не бар, ревью бар. Бұл енді керемет нәрсе деп ойлаймын. Бұл жерде кішкене права туралы айтып кетейін. Бұл жақта права деген кәдімгі Қазақстандағы көлік жүргізуші куәлігі дейді ғой. Сол куәлік деген жай ғана куәлік емес, бұл кәдімгі бір сізге рұқсат беретін кәдімгідей құжат. Ол құжатпен жаңағы біздің жеке куәлік сияқты да несі бар да, функциясы бар былай айтқанда. Бұл жақта адамдар көбіне жаңағы естіген шығарсыз, мүмкін паспорттың орнына сол куәлікпен жүре береді. Драйвер лайсенс дейді. Және сол драйвер лайсенсіңіз пайда болған кезде уже бірталай басқа да жұмыстарды істеуге болады. Кейде мысалы жұмысқа қабылданған кезде жұмыстың талабына жазып қояды, сіздің драйвер лайсенсіңіз болу керек деген сияқты талаптар болады. Сол үшін мен сол драйвер лайсенсқа тапсырып жүрмін. Егер не істесе болашақта айтып берейін, тағы да прям сол туралы бөлек. Енді әзірге мен оның ақшасы бар, төлейтін $50. Содан кейін теориялық тесті бар. Сол теориялық тестінен бір рет құлап, сосын бір рет өттім. Содан кейін вождение дейді ғой, жаңағы практикалық тест, көлікті жүргізу бойынша. Сол тестке бару үшін де бірталай не керек, бірталай дүние керек.
И сол бірталай дүниені мен былай айтқанда өтіп практикалық тестке барып алдында, бірақ өкінішке орай мен практикалық тесттен өте алмадым. Негізі шынын айтайын, менде бір сұмдық бір қателік болды деп айта алмаймын. Мен машинаны айдап жүргенім уже бірталай болды, шүкір жақсы деймін. Бірақ мен құлатқандай болды да, сондай. Сөйтіп көрінді енді, маған білмедім мен. Өйткені ана бір стоп деген бар, и сол стопқа типа сен деген линияға дейін тоқтау керек едің, сен линиядан кішкене өтіп кеттің деген сияқты сондай бір тырнақтың астына кіріз дегендей болып көрінді маған, енді білмеймін. Сол ол жерден бұл практикалық тест өту үшін осы Лос-Анджелестен калифорниялық жаңа куәлігі бар, драйвер лайсенсы бар, көлік өзінің атына жазылған және сақтандырылған көлігі бар адам сізбен бірге келу керек. Менде енді қазір ондай прям танысым жоқ, сондықтан ондай адамды тауып оған $100 төледім. Сөйтіп тесттен өте алмаған, енді әрине кішкене нелеу былай айтқанда, иә. Сол ничего, тағы да бір аппойнтмент жасап, тағы да өтіп көреміз. Түбі мен бұл тесттен өтем, түбі мен ол драйвер лайсенсті алам, алмасқа амал жоқ. Вот. Әзірге осындай драйвер лайсенс туралы. Айтатын әңгіме көп негізі. Мысалы жаңағы соңғы кезде пайда болып жатқан подкаст болсын, сұхбат болсын, бағдарлама посттарда болсын шығып жатқан нелер бар. Қалай да посттар бар. Мен Қазақстаннан кетпеймін, мен патриотпын, ата жұртым менің деген сияқты сондай нақыштағы бір посттар, видеолар қазір көп шығып жүр. Оған енді мына жақтан қараған кезде көп нәрсенің Қазақстанда жасанды қолдан былай айтқанда жасалып жатқаны қатты білінеді, қатты байқалады. Сондықтан сондай нәрселерді естіп жатсаңыз, егер сіз, мен енді шақырмаймын сізді, ойбай кетіңдер деп, бірақ егер ыңғайы кеп тұрса, келіп немесе барып, көріп қайтуға, біліп қайтуға тұрарлық нәрсе деп ойлаймын. Жалпы болашақта егер нетсе, бұл тақырыптар ары қарай өрбітеміз. Сол мен қазір мына жазуды тоқтата тұрып, осы подкастқа арнап чат жасап көрем. Егер чат жасалса, онда сол чатқа сілтеме қоям, чатқа қосылыңыздар, араласайық, сөйлесейік. Мен подкастты өстіп ары қарай жүргізе берем. Вот. Сұрақтар болса, пікір, комменттер болып жатса, барлығына жауап беріп, өстіп араласайық. Сіздерге жалпы қандай тақырып қызықты, қандай тақырып қызық емес деген сияқты. Мысалы, мен енді грин карт, біз енді біз енді турист сияқты емес, не студент емес, біз кәдімгі грин картпен келген адамбыз, сондықтан біз бұл жақта енді бұйырса ұзағырақ боламыз деп отырмыз. Сондықтан бірталай қызық нәрселер қазірдің өзінде қанша 3 ай болып қалды ма тұрып жатқаныма, бірталай қызық нәрселер айта аламын деп ойлаймын. Жалпы ақш туралы айтып жатқан бірталай жаңалықтарға қатты сене бермеңіздер. Бір жақты ғана қылып көрсетеді, сол ресурсқа тиімді жағын ғана көрсетеді. Кішкене былай объектив ақпарат іздеп табуға тырысыңыздар деп айтам. Әзірге осы, шамамен жарты сағаттай болып қапты жазып жатқаныма. Ендігі эпизодтарда естіскенше күн жақсы. Сау. Мынау постскриптум деп есептеңіздер. Мен кірдім да телеграмнан жасырын чат аштым. Жасырын болғанда жалпы мындай несі жоқ, общедоступный дейма, баршаға жария несі жоқ, сілтемесі жоқ, топ ашып қойдым. Осы эпизодтың сипаттамасында сілтеме қалдырам. Сол сілтеме арқылы өтіп чатқа қосыла аласыздар. Сол жерде байланыста болайық. Ендігі эпизодтарда ескенше күн жақсы. Сау.